Донер дайындаймыз. Сырты өте қытырлақ болатын, күшті, тәтті, дәмді донер дайындаймыз. Ол үшін бірінші грудканы осылай соломка ұзын-ұзын қылып турап алып, үстінен барлық өздеріңіздің қалауларыңызша специяларды қосып шығып мариновкаға холодильникке 2-3 сағатқа қойып аламыз. Мен тұз, бұрыш, паприка, кетчуп, майонез қостым. Сөйтіп барлығын араластырып холодильникке салып қойдым 2-3 сағатқа. Содан кейін бұны жақсылап қуырып аламыз. Тауығымыз холодильникте тұрғанда картошка фриімізді дайындаймыз. Оған да картошкаларды осылайынан соломка қылып турап аламыз. Турап болғаннан кейін бұны міндетті түрде мұздай суға бірнеше қайтара жуамыз. Картошканың бойындағы крахмалы кетуі қажет. Жақсылап жуып болғаннан кейін мұздай суға бұны ыстық суға 1 рет қайнатып аламыз. Қыздар, тек қана бір қайнау керек. Сосын қайттан алып мұздай суға тағы да бірнеше рет жуамыз. Оны кептіреміз, одан кейін әбден кептіріп аламыз. Осылайынан мен мұздай суға жуып алдым. Бір қайнағаннан кейін картошкамыз осылайынан пісу керек. Видеода көрсетілгендей міне. Осылайынан пісіп тұр. Табамыздың бетін майлап, бетіне картошка саламыз. Жаңағы шала піскен картошкаларымызды әбден кептіріп болғаннан кейін саламыз. Сосын оның бетіне тұз, бұрыш, паприка барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене қызыл бұрыш салсаңыздар да болады. Жақсылап барлығын араластырып, 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минуттай сіздердің өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Сөйтіп салып пісіріп аламыз. Жаңағы мариновкадан шыққан грудкаларымызды жақсылап тұрып осылайынан қуырып аламыз. Қызартып. Қуырып болған тауығымыз бен картошкамызды міндетті түрде суытып қоямыз. Суытып болғаннан кейін осылайынан огурцы, помидор, капуста, сыр қоссаңыздар болады. Салатный листья қоссаңыздар болады. Соның барлығын дайындап аламыз. Барлығын дайындап, турап, бір ыдысқа салып қоямыз. Соусымызды дайындаймыз. Кетчуп, майонез екеуін араластырып дайындап қоямыз. Соусымызды да барлығын өздеріңізге бірден салуға ыңғайлы қылып. Лавашты алып, осылайынан ортасынан бөлеміз. Лавашты алып, осылайынан ортасынан бөлеміз. Үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Мен осылай ортасынан бөліп жасаймын. Ең астына бірінші соусымызды саламыз. Онан кейін қызартып қуырған, әбден суыған картошкамызды саламыз. Картошкамыз, етіміз егерде ыстық болса, лавашымыз жыртылып кетеді. Сол үшін міндетті түрде әбден суытып аламыз. Барлығын осылайынан бірін үстіне бірін қойып шығамыз. Жан-жағы шамалы ашық болу керек. Қазір бізге орауға ыңғайлы қылып. Барлығын қойып шыққаннан кейін үстінен соусты қайттан себеміз. Қайтадан соусымыздан сеуіп, сыр қоссаңыздар да болады, өте күшті болады, тәтті болады. Осылайынан аккуратно ораймыз. Қыздар, жан-жағы ашық қалмау керек. Ішіндегілеріміз шашылып кетпеу керек. Үлкен лавашты да, осы жарты лавашты да осылайынан әдемілеп орап аламыз. Орап болғаннан кейін міндетті түрде сол астымен тапаға қоямыз бірінші. Астыңғы жағы жабысып, қызып, бір-біріне жабысу керек лаваш. Сол кезде лаваштарыңыз шашылмайды. Барлық жағынан кейін айналдырып, қыздырып аласыздар. Күшті қытырлақ болады. Ас болсын.